Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгінгі видеода мен сіздерге мышка клавиатурамен қалай Free Fire ойнауға болатынын көрсетемін. Өткен видеомда мен сіздерге салғап едім, оны көпшілігіңіз түсінбей қалдыңыз. Соған орай бүгінгі видеода осы комментарияда айтылып кеткен барлық сұрақтарға жауап берейін деп көремін. Егер бұның өзіне түсінбей қалып жатсаңыздар, комментарияға қалдырыңыздар. Көптеген сұрақтар маған келіп түскен. Осы сұрақтың жауабын бүгінгі видеода білесіздер. Қазір сіздерге түсіндірейін. Бірінші бізге керегі осы Type-C, ал мына жағы USB. Бұны негізі OTG кабель дейді. Осындай керек. Екіншісі USB хуб. Осындай аласыздар. Бұның мынау ең арзан түрі. Бұдан да басқа түрлері бар. Енді өзіңіздің тапқаныңызға байланысты болады. Разница жоқ қандай болса да. Міне бізде бүгінгі обычный мишка проводпен. Сосын клавиатура. Обычный компьютердің клавиатурасы. Және де бүгінгі көрсететін соткам A20. Любой телефонға қосуға болады. Ал қазір сіздерге қосып көрсетейін. Бірінші қосамыз, сосын сотқа қосамыз. Сотқа жұмыс істеді. Енді мышканы қосамыз. Менде мышка жұмыс істеп тұр. Көрініп тұрған шығар. Мышканы көрдік, мен жұмыс істеп тұр. Ал енді сіздерге мен клавиатурам қосып көрсетейін. Клавиатурам қостық. Так. Бізде клавиатурада жұмыс істеп тұр. Мынаны азаттайтын. Ал енді ең бірінші біз соткамызға Octopus программасын скачать етіп аламыз. Так, Octopus деп жазасыздар. Менде жазылтайын тұр. Міне кірдік. Octopus деген осы программасын тартамыз. Скачать еттік. Ал енді осыған кіреміз. Міне осы жерде барлық көрсетіліп тұр. Ал енді Octopus программасына кірдік. Осы жерден Free Fire таңдайсыздар. Добавить еткен соң кіреміз. Разрешение береміз. Так, Octopus қостық. Осы жерде астына тұрған Octopus дегенде басасыз, ең жоғында тұр. Соны бассаңыздар. Скачать битная игра деп жазасыз. Скачать 32 битная игра. Скачать дегені басасыздар да. Осыны скачать етіп алып, соңында Octopus деп алтыншы жазылып тұр. Соны бассаңыздар. Кірет. Сол үшін екінші рет осыны скачать етіп алсаңыздар. Міне, менің соткамда уже кірді. Видеоны қалған кесіп алып тұрдым. Міне кірдік. Енді осы жерден үстіңгі батырмасын бассаңыздар өзі көрініп тұрады.
октябрь суретіне осы жерден міне әріп қоссаңыздар болады. Тағы былай жүгіретіндігін қоссаңыз міне әріп жазу үшін әр жерге жылтып қоясыз. Жаңағы өзіңіздің клавиатураларыңыздың үстіне қоясыздар да оны алып тастайсыз, және міне жылжытып қалаған орындарыңызға қойып аласыздар. Әрине ол кезде клавиатура қосылып тұру керек. Және де кеттік. Еңікті міне ойнап атқан тағы бір қысқаша видеосы. Егер видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып қойыңыздар. Түсінбеген сұрақтарды комментарияда қалдырыңыздар. Егер барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер тағы да мен түсінбедім десеңіздер, комментария қалдырып кетіңіздер. Қалғанын ВК-да түсіндіретін болам. Өте оңай. Ойнап көріңіздер. Оттяжка дегендер жақсы береді негізі. Просто тез жүгіріп жүрген жоқ, видеоны жылдамдаттым. Достар, келесі видеода кездескенше. Соңғы рет каналға жазылыңыздар, достар. Кездескенше.